Сәлеметсіздер ма? Менің есімім Мырзақожа Айдын. Бүгін біз ең оңай және де дәмді балапандарымызға ұнайтын лаваш дайындайтын боламыз. Әрине үй жағдайында. Ол сіздің де қолыңыздан келеді. Ал сіздер дайынсыздар ма? Мен дайынмын. Кеттік болмаса. Бізге майонез, кетчуп, лаваш, тауықтың еті, қызанақ және де фри қажет. Ал кеттік. Бірінші біз картопты тазалаймыз, оны турап аламыз және де қуырып аламыз. Сосын тауықтың етін сүйектен ажыратып алатын боламыз. Енді барлығын дайындап қойдық. Майонез бен кетчупты екеуін пиалаға салып араластырып аламыз. Ортасына салынатын начинкамыз бұл. Жақсылап араластырып алдық. Және де енді лавашты кез келген дүкеннен, супермаркеттен алсаңыздар болады. Жаямыз және де ортасына кетчуп майонезімізді жағатын боламыз. Соңыра тауықтың етін салатын боламыз. Қызанақ, қияр салсаңыздар да болады. Қалаған заттарыңызды үйде барын салсаңыздар болады. Мен үйде қызанақ болғаннан кейін қызанақ салдым ортасына. Және де картошка фри үй жағдайында жасалған. Барлық балаларымыз сүйсініп жейтін тағам және де ешқандай зияны жоқ. Үйде өзіміз жасап жатқан тағам. Мінекей болды, осылай дайындалады. Қазір барлығын дайындап қоямыз. Міне менде 5 штук болды, 5 лаваш. Осыны қазір біз табаға қыздырып алатын боламыз. Ал енді екі жанында қызартатын боламыз. Міне осылай қызару керек. Мінекей дайын болып қалды қазір. Табадан алатын боламыз. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Осылай шығады. Әдемі базардың лавашынан да айнымайды. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Оп-оңай. Және балаларыңыз да қуанышты, сіздер де қуаныштысыздар. Мен каналыма тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.